сіздерді бүгін университетіміздің дамуына, ең алғашқы ашылуына үлес қосқан қоғам қайраткері, тарихшы ғалым профессор аталарымыз Санжар Асфендияров туралы болмақ. Бүгінгі кештің қонақтары тарихшы ғалым республикалық дарын сыйлығының лауреаты Санжар Асфендияров аталарымызды зерттеп жүрген Макеев Нұрдәулет ағаларымыз. Макеев Нұрдәулет ағаларымыз біздің университетіміздің түлегі. Келесі Жүнісбаев Алмас, Шәкен Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының аға ғылыми қызметкері, Санжар танушы. Санжар аталарымызды басынан аяғына дейін зерттеп қазір сіздерге өздерінің зерттеу жұмыстарын дерек көздеріне сүйене отыра сіздердің алдарыңызда айтады. Жалпы мына қазақта қара шаңырақ деген ұғым бар. Қара шаңырақ жай ғана отбасының өзінде өте киелі ұғым, білесіздер. Үлкен үйді айтады. Одан кейін отау тігіп сыртқа шығады. Ұлдарын шетінен отау тігіп, сол сияқты алып қарайтын болсақ, осы қазақ еліндегі, соның ішінде осы Алматыдағы көптеген қазіргі белді жоғары оқу орындарының барлығы, көбі, қазір оны талдап айтып беремін, осы қара шаңырақтан өз отауларын тігіп, жеке оқу орны болып ашылған болатын. Ендеше қазақ қалай сауаттандық? Қазаққа жоғары білім алуға қалай қол жеттік? Біз 1920 жылы автономияны алғаннан кейін бізде оқу орындарын ашпақ болды. Бәрі формальды түрде көп жағдайда жүріп отырды оның барлығы. Ол жерлерде мына Орынбор, тұңғыш астанамыз Орынборда кино дейтін оқу орындары болған. Татар халық институты, ағарту деген атын қараңыздаршы, ағарту деп қояды. Бүгін біздің оқу сауаттылығымыз, математикалық сауаттылық деген сияқты әңгіменің бұл синонимі. Сауаттылық деген ол сауатсыздарды оқытатын нәрсе. Ендеше осындай мәселемен оқу орындарын ашуын ашты. Қараңыздар, басында Орынборда ашылды. Одан кейін мынау 20 жыл 7 қыркүйекте Ташкентте САГУ дейтін оқу орны бар. Орта Азия университеті. Міне ол ашылған болатын. Енді оның алдында кезінде межелемей тұрған кезде территорияны, ол қазақ территориясы болатын. Сол жерде Түркістан автономиясы, біз негізі қазақтың талай жер өтіп тұр ғой сырт жаққа. Сол жерде сол оқу орны ашылғаннан кейін ендігі жерде мына қараңыздар, бұл оқу орындарындағы айырмашылықтың мәселесін. Оның бар институт болып ашылғанмен атында тұр Казинпрос дейді, халық ағарту институты. Сонда айтқан, бұл қазаққа жоғары білім тұрмақ, бұлар алдымен ана сауатын ашып алсын деген. Бұларға жоғары білім, қаяқтағы жоғары оқу орны? Міне осыны біз білмей жүрміз, осыны біз басып ашып көрсету керек. Пинода, анау 1926 жылы Каспийде болып Ташкентте ашылған оқу орны. Сол оқу орнында институт деген аты бардай. Бірақ кейін бітірген кезде, қараңыздар, ол жерде өзге ұлт өкілдері оқиды, орыс ұлты да бар. Олардың алған дипломдарында жоғары білім деп көрсетіледі, ал қазақтың дипломында орта білім деп көрсетіледі. Осындай мәселе болған. Алалаушылық. Біздің мына қоғамда қазір осы университеттің мерейтойына қатысты бір мәселе бар. Осының басын ашайық. Ол басын сонау Ташкенттен алып жүргендер. Бірақ осы жерде олар мына нәрсені ескермейді. Ол жерде ол жоғары оқу орны болып құрылған жоқ. Мына жаққа келгенде міне Санжар Асфендияров ағаларымыз неге осы жерде жан таласып жоғары оқу орнын университетті қазу университет деңгейінде ашқан. Осыны ұмытпаңыздар. Бұрын бұның бәрі институт болса, қолдарына алған құжаттарында орта білім, бір сөзбен айтқанда қазаққа жоғары білімді бергілері келмеді. Жан таласып деп осыған жата жармасты. Біріншіден, сіздерді осы мерекемен құттықтағым келіп отыр. Біз өзіміз Нұрдәулет екеуміз осы университеттің түлегіміз. Мен мысалы осы университетте 13 жыл өмірім кетті. Студент болдым, аспирант болдым, оқып бітіріп, соны осы жерде қызмет еттім. Енді Санжар Асфендияровты сөз айтатын болсақ, Санжар Асфендияровтың мен өзім міне 10 жылдай зерттеумен айналысып келе жатырмын. Санжар Асфендияровтың тұлғасы өте үлкен. Оның бүкіл қызметі, оның өмірі бүкіл тарихи дәуірмен байланысты. Мен өзім міне 10 жыл зерттеп жүрсем де, талай архивтерге бардым. Ташкент, Москва, Қырғызстан, Бішкек, Қытайға да бардым мысалы. Осы Қазақстанның да бірқатар архивтерінде
жұмыс істеп келе жатырмыз. Жиналған құжат қоры өте үлкен, өте бай. Санжар Асфендияров көпке дейін аты да танымал болмай келді. Оның үлкен себебі, басты себептердің бірі Санжар Асфендияровтың 1938 жылы сіздер білесіздер хал жауы ретінде атылып кеткені. Оның 1926 жылы реабилитация, яғни ақталуға дейінгі кезеңге дейін Санжар Асфендияровтың еңбектері, оның өміріне, оның қатысты құжаттарының бәрі арнайы сақталымдарда тұрды. Яғни құпия күйінде сақталып, оны көп адамдар білмей жүрді. 1956 сіздер білесіздер, ақталғаннан кейін 1956 жылы Санжар Асфендияровтың 60 жылдығына орай арнайы осы тарих және этнология институты ол кездегі археологиямен бірге болған және осы Абай атындағы Қазпи ол кездегі бірлесіп ортақ ғылыми кеңес өткізді. Сол кезде Санжар Асфендияровты алғаш рет оның мұрасын қайта жарыққа шығару, оның өмірін жүйелі әрі кешенді түрде зерттеу мәселелері қойылды. Ол кезде Санжар Асфендияровтың тәлім алған, оның көзі тірісін көрген әлі ағаларымыз тірі болатын. Ол кездегі Халел Әділгереев деген сияқты, Серғали Толыбеков және басқа да тарихшы ағаларымыз болды, солар осындай бастама көтерді. Сол кезден бастап Қазақстанда жалпы санжар тану бағыты дами бастады. Сол кезде алғаш рет Қазақстанның баспасөз беттерінде санжар туралы кішігірім мақалалар жарыққа шыға бастады.